Продукты, знакомые с детства. Надеюсь, все пройдет нормально. У них есть хондроитин и глюкозамин. Енді бұл кісінің істеп отқан нәрсесіне қарап тек қана ас болсын деп айта аламыз. Бірақ негізі хондроитин, глюкозамин деген нәрселер организмнің өзі де оны шығарып алады. Мысалы үшін, егер сіз кәдімгі тәтті нәрсе жейтін болсаңыз, кәдімгі күнделікті тағам жейтін болсаңыз, сол нәрселер организм өзінде, бауырда өңделіп, буындарға барып, буындарда хондроитинге айналады. Глюкозамин вообще ол любой жерде өндіріледі. Так что негізі оны куриный лапка жеп, ол үшін керегі жоқ. Тем более куриный лапка егер термиялық обработка дұрыс жасалмаған болса, енді өздеріңіз білесіздер, олар қай жерде өмір сүретінін, неше түрлі сальмонеллоз немесе басқа да бактериялар, инфекциялар болса, организмге түсуі мүмкін. Сол үшін өз денсаулығыңызды тәуекелге болмаңыз. Егер де просто холодец жегіңіз келетін болса, кәдімгі сиырдан немесе басқа да сүтқоректілі жануарлардан жеп көрсеңіз болады. Бірақ бұндай лас жануарлардың аяқтарын жеп міндетті емес.